Түркістан облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары барысында Келес аудан аумағында трамадол дәрілік препаратын сатумен айналысатын ер адамды анықтады. Тексеру кезінде жергілікті тұрғыннан трамадол препаратының 26 пластинасы табылды. Одан әрі қарай жүргізген жедел шаралар барысында ер азамат сатуға тыйым салынған дәріні Сарыағаш ауданының тұрғынынан алғанын айтты. Одан әрі жедел уәкілдер Сарыағаш ауданының тұрғынын 40 қаптама әсері күшті препарат сату кезінде ұстады. Тәртіп сақшылары ауыл тұрғынының қалтасынан трамадолдың 3 пластинасы тапты. Дәрілік препараттың жалпы саны 100-ден асты. Жинақталған материалдар Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 426 бабы фармацевтикалық қызмет және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналасы саласындағы ережелерді бұзу бойынша тіркеліп, тиісті шешім қабылдау үшін Түркістан облысы бойынша медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаментінде тапсырылды.